тамақтың дәмін келтіретін, күнделікті тұрмыста пайдаланатын бұрыштың сіз біле бермейтін пайдалы қасиеті жөнінде айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бірінші байлық денсаулық екенін ұмытпайық. Тәбетті арттырып, ауыз мұрынды дуылдата ашытатын ақ, қара, жасыл, қызыл бұрыштың қай-қайсысы да түрлі ауруға ем болады. Ғалымдар ағзадағы микробтардың 75%-ін өлтіріп, жойып жіберетін қасиетін анықтаған. Оның себебі бұрыш құрамының барлық түрінде табиғи антибиотиктер тобына жататын капсаициннің көп мөлшерде болатыны. Бұл элемент бактериялардың көбеюіне тосқауыл жасап, әрі тромб пайда болуының алдын алады. Қан тамырларды кеңейтеді. Түрлі қабынудан туындайтын ауырғанды басады. Ағзадағы бақыт гормондары саналатын эндорфинді реттейді. Бұрыштың құрамындағы антиоксиданттар мен витаминдер рак клеткаларының пайда болуына жол бермей, қан құрамындағы холестеринді азайтады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Канадалық зерттеушілер бұрыштың тоя тамақтанғанда пайда болатын жайсыздықты тез қалыпқа келтіретінін анықтаған. Бұрышты тағамға көбірек сепкенде өршіген тәбетті тоқтатып, калорияны 2 есе азайтады. Бұл қызыл бұрыштың зат алмасуды 27%-ға жылдамдататын мүмкіндігі барын білдіреді. Әлі кептірілмеген, ұнтақталмаған, жаңа піскен жас бұрышта каротин, С витамині, калий, кальций, фосфор, марганец, мырыш көп. Сондықтан аяқ астынан суықтап ауырсаңыз, бұрыштан тұнба жасаңыз. Ол үшін бір шымшым бұрышты 1 стакан ысытылған сүтке салып, үстіне табиғи бал мен сары майды қосып ішсе, айтарлықтай пайдасын тигізеді. Сонымен қатар, түнге қарай шұлықтың ішіне аздаған ұнтақталған бұрыш сепсе, ол аяқты кез келген қышадан жақсы қыздырып, суықты тез қайтарады. Ал тамақ ауырса, 1 стакан жылы суға шай қасықтың 3-тен 1-індей бұрыш салып, көмейді шаяды. Пайдасы лезде білінеді. Осы видео ұнаса, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.